Сәлем, менің YouTube каналымның көрермендері. Бүгін мен сіздерге өте күшті лайфхакпен бөлісемін. Ыдыс жуатын средство жасайтын боламыз. Қолдан ыдысыңыз жып-жылтыр болып, ыдыс жуған кезде қолыңызда жұмсақ болатын болады. Жасалу жолы өте оңай. Ол үшін осындай ыдыс жуатын магазиннен осындай сұйықтықты аламыз. Әрине зиянсыз болғаны құрамын қарайсыздар. Денсаулыққа зиянсызын таңдайсыздар. Осындай ыдысымызды дайындап аламыз. Оның үстіне жаңағыдай магазиннен алған сұйықтығымыз бар емес па? Соны аламыз да одан 100 немесе 150 граммдай примерно сондай қосамыз. Оның үстіне бір ас қасық тұз салатын боламыз. Кәдімгі ас тұзын салатын боламыз. Одан соң үстіне 5 ас қасық осындай сода салатын боламыз. Мен мына жерде видеода аздап салып көрсетіп жатырмын. Осындай ас содасын салдық. Одан соң үстіне кәдімгі уксус бар ғой, сондай уксустан бір ас қасық құйып жібереміз. Мен мына жерде көз мөлшерімен құйып жібердім. Бұл біздің ыдысымыздың күшті жылтырап тұруына септігін тигізетін болады. Ал сода болса, ыдыстағы дақтар, шайдан қалған дақтар болады ғой, қасықта немесе кеселерде деген сияқты. Соның барлығын тап-таза жуатын болады. Ал тұз болса, ол жаңағыдай микроб, бактерия, вирустар болса, соның барлығын шайып тазалайтын болады. Және бұл өте средствомыз, осындай сұйықтығымыз өте күшті болып көпіреді. Аз ғана осындай бір тамшы алсаңыз, кәдімгідей біраз ыдысты жууға күшті көмектесетін болады. Достар, міне осылайша ыдыстың сыртындағы кірді, чайниктердің сыртында дәл осындай сұйықтықпен жусаңыз, өте тап-таза болып шығады. Міндетті түрде осы лайфхакты қолданып көріңіздер. Менің каналым ұнаса, лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыз.